Мен сөйлемеймін ғой. Телевизиеге түсіп қалдым. Уайымдап жатсың ба? Жаңа күнге түскен кез есіңе түсіп кетті ма, Мерей? Не напоминает. Мерей? Сен сәл бір түрлі кезіңе анау крышкасы не үшін тұр? Бізде бәрі осындай дейсің. Бізде бәрі маз дейсің. Мама, бергесеңізші. Қызыңыз не істеп жатқанын көресіз. Қызыңыздың қалай жаңа технологияларды меңгеріп жатқанын көресіз. Кәні Мерей, бір продемонстрируй. Мынаны бүйтсең, мына бүйтіп кессең, былай. Сосын мына жерге қоя саласың, екі бөлесің. Жала саласың. Хоп еткізіп. Хоп еткізің. Кәні Мерей, бір рет енді үйренгеніңмен бөлісіп жібер. Мастер-класс дейсің. Өте жеңіл істейсіздер. Қолдарыңызды легко қолданасыз. Мерей. Фейл. Это фиаско, братан. Қандай сөздер тағы сәйкес келеді? Осы не? О. Міне. Болашақ оливье ма? Баршаңызға сәлем. Бүгін 31 желтоқсан. Алда 2018 жыл келе жатыр және біз дереу дайындал бәріне үлгер. Сиқырға толы ғажайып күндер бірге. А ну-ка, кто подхватит? Бірге. Ол бізбен бірге. Дереу дайындал бәріне үлгер. Сиқырға толы ғажайып күндер бірге. Мерей, бізде қандай салат әзірленіп жатыр? Дәлірек, сіз қандай салат әзірлеп жатсыз? Сөйтіп, мына жерде оливье, мына жерде назгүшка деген салат. Не себепті ол назгүльшка деп аталады, соны сырмен бөлсеңіз? Бұл салаттың рецепті назгүшканың айтуымен жасалынып жатыр. Ішіндегі ингредиенттер назгүшканың айтуымен. Жоқ, ол негізінде гүльшкамен ойлап табылған салат та ол. Просто гүльшка өзінің салатын өзі ұмытып қала береді. А назгүльшка все помнит. Назгүл, рай для тебя. Ішуге дайынсың ба дейсің? Бөлге көштейсің. Кім денсаулық үшін шығады? Өзім. Міне бізде көңіл-күй, звонкий смех, жаңа жылдық көңіл-күй. Және де мына жерде біздің бүгін кешке киетін костюмдер. Тағы біреуін қос, Назгүл. Главное, біреусі қолында да бәлекеуін айналдырып адым. Мен неден түсіп жақындады. Тряпкаңды алып тасташы қолыңа. Тряпкаңды алып тасташы. Ал, қайттан бағанағыдай тұр. Если чё, дейді. Показывают ему. Ой. Кабы не было зимы. Вот. А, киви опять.
Кішкене баш болды ма? Қазір мені атып жүрмеңіздер мына жақтан. Сейчас элеватор, Назарбаев. Келер жыл ел қазынасын еселеп, халықтың әл-ауқатын арттыратын жемісті жыл болсын баршамызға. Народный выставки Экспо 2017, который поднял уровень нашей страны и развитие независимого Казахстана. В уходящем году мы делали все, чтобы укрепить позитивные перемены во всех сферах жизни наших граждан. Символа достижений и побед нашей страны. Своим стремительным темпом развития она задает ритм обновления всему Казахстану. Дорогие друзья, совсем скоро пойдет в наши дома новый 2018 год. Жаңа жыл баршамызға құтты болсын, жаңа табыстар елімізге әкелсін. Передай другому. Біздің үйге Санта-Клаус кепті десін. Подъелкой оставили. Чё там, чё там? Аттар. Ішінде жазып тұр. Ha, балнырдікі ма? Мынау ше? Назгүлдікі. Қазір біріншіден де көріп алыңдарсың меңдер. Мынау синий менікі. Панчова. Ай, чё?
Вау, какие модные. Ну-ка, мен көрейінші. Олма, тұрбатсың ба? Ақтара берейін ба? Давай. Начинай деп. Мен любимый цветом. Санта-Клаус такой. Жаным десең ба? Знает десе. Иә. Вау. По-зимнему. Күшті. Санта-Клаус пен Санта-Клаусиха деп ба? Мен киіп көрмеген цвет екен дегенім ғой. Рахмет, мен аша. Алтын қызым. Тағы бір Санта-Клаус бар. Тоже қараңыз астын. Иә. Когда это вас? Ничего себе! Мен тағы да 10 жылға жасарып кетемін. Вау. На жер маш. Ішінде. Не могу. Мынау серия на основе ягод женьшеня итальянского. Негізінде мына фирманы осыдан 2 жыл бұрын маған папасы Назгүл Балнұр Кореяға барғанда осы енді шығып атқан кезінде маған осындай, бірақ басқа түрін маған алып келіп берген бүкіл сериясын. Ол кезде Қазақстанда ешкім пайдаланбаған. Даже Баян Есентаева менен кейін сол кезде пайдаланды. Так что бірінші Қазақстанға бұл нені косметиканы маған әкеп берген папасы қыздары. Адам сасқанда не айтпайды мынандай көргеннен. Ой, керемет мына. Пробничек. Ал. Гүлдеріне? Мынау. Иә, обновкаларыңызды примеряйте. Так, тоқта. Теперь здесь бы... Ну, саған. Ой, рахмет. На кітап. Харпер Ли. Убить пересмешниками. Айтсақ, оқым келіп жүрген кітап. Беркеші. Назгүл біздер. Санта-Клаусиха Назгүл. Қолын жетті. Балнұр бүгін осы Игра престоловтағы Балнұр кімнің образы? Дейнерис Таргариен. Иә, соның образында. Бірақ үстінен нан киіп алдым. Ішінде шоколады бар. Иә. Менде Қазақстан шоколады. Мен любимый шоколад. Мен убить пересмешника деген прям оқым келіп жүрген кітап. А папа и так счастливый десең ба? Жоқ, папаға на самом деле басқа задумка. Нормально. Сондықтан папа біледі деп па? Папа сам знает. Папа есть мы десе. Мен қыздарым бар, құдайға шүкір, келіншегім бар. Мен итақ қуанып тұрмын. Мен жүрегім толқып тұр. Мен бақыттымын. Мен берген папада. Иә, мен де. Мен бақыттымын. Менікі, то есть, өзі біледі Қыздарым бар, папа бақыттымын. Иә. Рахмет, Назгүл, вообще. Алайын ба, алмайын ба деп қанша ойланып жүрген. Ішінде күшті пожеланиялар бар. Мерей, жаңа 2018 жыл барлық жақсылығымен келсін. Саған деген шексіз махаббатпен Назгүл, жүзіңнен әсем күлкін төкпесін. Балнұрик, жаңа 2018 жыл саған қалаулы игіліктің бәрін сыйласын. Саған деген Unreal махаббатпен Назгүл. Бақыт, жұмбақ болмысыңның мәңгі серігі болсын. Түк, рахмет. Менде де бір подарка бар, Назгүлге бірақ. Жаңа жылға. Айналайын, Назгүл. Мынау келген билетің, мынау кететін билетің. Екі билет.
Айналайын. келіп тұрған кетіп тұрған десеңші. Айналайын, рахмет десе. Күшті екен. Керемет. Әжелері прям күшті. Тамаша. Кән, көрсетші киіп. Вау. Кән, алысырақ тұршы да кішкене. Вау. Күшті. Прям цвет саған тема келеді. Мынаусы еще ремешок не кожаный. Да? Мына жерден бір ленточка сияқты. Бірдеңке ташырмай отыр ма? Ташырмай отыр. Теплый. Болып көрініп тұр. Ана астында свеча нелер тамған ба сол газбен бірге пашырлап Где твоя корона, Балнур? Сняла. Не, істеп отырмын. Біз маманың негізгі тамағын күтіп отырмыз. Сондай романтикалық обстановка, свечи, жаңа жылдық түн. Және біз. Что может быть прекраснее? Қайырлы түн. Қандай өлең анау осындай қараңғыда 91 істеп еді ғой деп па. Queens. Күшті жылтырап жатыр, иә? Қараңғыда вообще. Давайте. Ана өлеңді. Мейрам келді. Мейрам Давай. келді. Мейрам келді, мейрам келді, мейрам келді. Апайдан келе жатыр дейін деп отырмын. Неге свадебный өлең болып кетті? Мама. Вау. Просто вау. Вау, ма. Розочка. Разище. Сіздерге роза. Рахмет. Рахмет. Мынау розочки. Розище, Күшті екен. розочки. Әдемі шығыпты, иә? Мынау негізі бар. Жаңа әртүрлі версиясы. Мынау менің версиям. Қазақша версиясы. Мол, нан, ет. Добротный ма? Добротный. Көзің тояды. А негізі Қарның да тояды дейді. мына цветін Санкт-Петербургқа барғанда бір неде отырғанымызда бізге японское блюдо деп әкеліп еді ғой, кішкентай тесто да, осындай цветной. Идея содан алдым цвет. Мынаның үлкен версиясын соны араластырып, соныменен менің Гүлнаш Бақнесведен. Керемет екен. Мама. Өте керемет, өте. Жеуге дайынбыз деп. Прям керемет екен. Ал бастаңыздар. Не деген әдемі. Әкел. Рахмет. Новый тарелка карнавал. Әкел баны. Все, короче. Неге мынаны бірге бәрін жеп отырмыз? Әкел сразу мынаны бір. Маған. Ей, абай, түсіп кетіп жатыр. Көтер. Жоқ қойдым, розаларым. Сонымен біз биыл да кімдерміз? Ханшайымдармыз, иә? Ханшамыз, бірақ. Ханшамыз.
Бірақ биыл біздің образымыз біраз толыққан. Мама қанша күн бойы енді біраз біздің киімдерімізді тікті, және де кеше аяқтап, соңғы примерка болып, міне біз бүгін дайын болып. Әртүрлі, бірақ ерекше образды. Иә, енді қазір бөлек-бөлек көрсетеміз. Ал Мерей, өзіңді таныстырып өтсең. Мен ханшайыммын и Барби сияқты образдамын. Маған да анау коробкалардың ішіндегі не бар ғой, Барби қыздар. Солар келіп жатыр. Сондай көйлек, өзімді сондай осын кисем, сразу бір ертегіде жүргендей сезініп кетем. Өлеңді айтып жүрсің. Қандай? Айтып жүрген өлең бар еді. I'm a Barbie girl. деп. Күшті. Розовая вся. Айналайын да мен ана жерге тұра дейсің. Өтейін ба? Күшті. Ох, пах-пах шіркін. Ох. Мен сізді білем. Сіз Таргариен елінің ханшайымы емессіз ба? Бинго деп. Королева драконов па? Матерь драконов. Дракондайым қайда деп. Розовый дракон. Балнұрдың костюмі вообще біздің ішіміздегі ең сондай, енді кәдімгідей деп па, да пола, басындағы жаңағыда несі, как будто и кольчуга, и фата, в общем, күшті болып тұрсың. Мамаға рахмет. Бүйтіп айналып өтсе. Красота. Осының барлығын қайталап өтеміз. Мама тіккен, иә. Бақ несібе парақшасына Қалай естімей қалдым. Бақ несібе деп. Күштісің. Рахмет. Таныстырайын ба енді өзімді? Айтсай. Мен кімді ойлайсыңдар? Интрига. Мен феямын. Байқасаңыздар, көптеген киноларда, фильмдерде, ертегілерде, мультфильмдерде феялар, сиқыршылар, магтар, барлығы осындай фиолетовый прикид барлығында. Сондықтан менде де бүгін сондай. Бірақ менің ойымша бір қызық нәрсе байқадым. Осы соңғы кезде біз көп нәрсе айтқан сияқтымыз өзіміздің қазіргі образдарымыз туралы. Мысалы, алдыңғы видеода Мерей папаның кішкентай кезінде оған сыйлаған Моя принцесса деген косметикасы. Соны айтқан еді. Балнұр оны айтпай ақ қойса да болады, ол енді постоянно Игра престолов туралы айтып отыр. Даже алдыңғы не дейді айтып. Иә, ол кезде де иә. Игра престолов көріндіріп. Мен жақында үйден дәлірек папа жаңағы подвалдан біздің өзіміздің ескі күнделіктерімізді тауып алды. Сол кезде мен жазыппын. Доказательствосында қалдыруға тырысам енді, бірақ если что, қысқасы мен жазыппын сонда. Мен ертегі әлеміне аттанғым келеді, сондай сиқыршылардың қасына барғым келеді деп. Сондықтан бүгін менің арманым орындалды десем болады. Қандай күшті. Күшті тұрмын ба? Өте керемет. Фея Дейнерис пойди. Давай екеуміз замутим деп. Мен сіздерге керек па? Жоқ. Қазір. Қызыма қосын. Дейнеристің қызым. Такая вся розовая. Қандай ерке қыз туғасын Дейнеристің. Біз бір жыл бұрын мына кісілерді ұлықтап, өзіміздің төрімізге шығарып, сондай жыл ретінде қарсы алған болатынбыз. Мына балапандармен бірге. Ал биыл біз кімді қарсы алып отырмыз? Биыл біз
Мына кісілерді қарсы алып жатырмыз. Бүкіл жаңағы әулетімен, бүкіл отбасымен келіп отыр екен. Міне. Ой. Мына өзі бір шальной екен арасында ше. Немесе ішіп алған ба? Готовы уже. Қысқасы осы кісілерді қарсы алып отырмыз бүгін. Жыл өте табысты болсын, жемісті болсын. Ит 7 қазынаның бірі, сондықтан баршаңызға сондай қазыналы, жемісті, табысты, берекелі, керемет. Не тілейміз? Жыл тілейміз. Табысты, күшті жыл болсын. Жаңа жылдарыңызбен. Сонымен достар, сіздер біздің жаңа жылға, жаңа 2018 жылға қалай дайындалғанымызды көрдіңіздер. Қысқасы дайындығымызды да, қалай қарсы алғанымызды да көрдіңіздер. Сіздерге бүгінгі біздің влог, біздің бүгінгі күн ұнады деген ойдамын. Ұнаса, соны білдіріңіздер. Сол, және жаңа ит жылы сіздерге барлық жақсылығымен келсін. Шаңырақтарыңызға бүкіл сіз армандаған нәрсенің барлығын өзімен ала келсін. Ит 7 қазынаның бірі, сондықтан барлық керемет, қазыналы, бағалы, мейлі рухани жағынан болсын, мейлі сондай материалдық жағынан болсын, барлық сіздерге игіліктерін ала келсін деп тілеймін. Жаңа 2018 жыл құтты болсын, берекелі жыл болсын. Мен сіздерді жақсы көремін.